Бұл Медина, бұл қалаға мен турсыз келдім. Сізге турсыз қалай мұнда жету, хостелда бронь жасау, бұл мешітке қалай жету, Меккеге осы Мединадан қалай бару керек екенін толықтай көрсетем. Менімен бірге болыңыз. Кішкене азын шоғын Индия сияқты, Нью-Йорк сияқты көрінеді. Индия мен Нью-Йорктың ортасы шама. Міне. Кілең филиппинстар, индустар. Осын шама адам кептеліс көрмеппін Абу-Дабида бұрында. Қазір сауырдың екінші сауыр. Көбінесе мұнда тымырсық болатын еді, бірақ қазір ауа райы өте жақсы. Сергітетін ауа райы. Шашылтатын емес. Мүмкін содан шығар адам толып жүрген. Қараңызшы. Саған. Бұл қалай ол? Абу-Даби не болып баратыр? Өте сирек көрініс Абу-Дабидің мысықтары. Қараңыз, аппарық күнге кеп қалған. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атмосфера деген стратосфера болып отыр ғой Абу-Дабида. Адам көп, кептеліс, көлік көп, ауа райы керемет. Маған өмірде бірінші рет Абу-Даби кішкене қызық көрініп тұр. Адам көп болғасын. Не істеп тұр мына бала? Бұл біздің Абу-Дабидағы кешкі асымыз. Салат, шаурма, сок 2 адамға. Абу-Дабидағы әп-әдемі балдар. You look amazing. You look great. You look great too, bro. How do you know English? Бұл Абу-Дабидағы біздің хостеліміз. Бірінші рет осындай 2 қабатты ғимаратқа келіп тұрмын. Жолдасым екеуміз келдік, Мединаға кетіп баратыр. Кіші қажылық жасауға. Қымбат емес, 6-7 мың теңге кісі басына. Шын көрсетемін сізге. You want to pay by cash or card? Yeah, card. I have only card, bro. Ганада тұратын, Ганадан келген азамат. Мұнда қызық бір кино қарап жатыр. Қараңызшы, үлкен бөлме, теледидар бар, кітаптар бар. Не ойнағыңыз келеді? Міне барлығы бар. Футбол ойнағыңыз келеді, настольный, PlayStation ойнағыңыз келеді. Қараңызшы, консол бар. Керемет. Мұнда не бар? Жақсы. Just short video. Асхана. Тәтелеріміз бірдеме пісіріп жатыр. Excuse me? Тамақ ішетін жеріне. Керемет. Кыс-кыс-кыс. Ку-ку-ку-ку. Абу-Дабидің мысықтары ғой. Жай кофе ішуге келіп едім. Мыналар маған кейк дейді, блины. Татып қара, осындай бізде блины бар дейді. Мына көріпсіз блины, үстінен шоколад жаққан, ішінде фрукты, банан бар дейді. Саған, мынау менің жалақымның жартысы ол шықпасын. Мына қараңыз, ішіне клубника шығып жатыр, банан шығып жатыр, киви. Керемет. Я в шоке.
Бұл Мединаның әуежайы. Біз бұнда Абу-Дабидан 3 сағаттай ұшып келдік. Толықтай ұйықтап қалдым. Ештеме есімде жоқ. Ауа райы ондай ыстық көрінбейді. Бұл елге кіру үшін виза керек. Виза бар. Барлығы бар. Қош келе отырық. Бұл әуежай, мына әуежайдан түскен бойда шыға берісте осындай автобус тұрады. Карточкамен төлеуге болады, Каспиймен. Қымбат емес, бағасын осы жерде көрсетіп кетем. Осы жерден мешіт, Пайғамбар саллаллаху алейхи мешітіне 14 шақырым. Біз автобуспен жетіп қалдық. Бұл пайғамбардың мешіті. 15 шамамен 20 минутта жеттік. Осындай автобуспен Каспий карточкамен төлеп. Ауа райы өте ыстық. Қателеспесем 35, 39. 39 болмас, қазір таңғы 10. Қазақстаннан келіп отырған адамдар да көп. Қаржы сұрап отыратын адамдар да көп. Бұл елде, бұл жерде мен 10 жыл бұрын болдым, бірақ ол кезде ешқандай видеоға түсіру деген ой болған жоқ. Осы выпуста сізге толықтай қалай өзіңіз жүре аласыз, қалай гостиница, қонақ үй болсын, хостел болсын, өзіңіз бұрын жасай аласыз, соның бәрін көрсетіп айтам. Неге? Себебі біз осында турсыз келдік. Жалпы Медина өте ыңғайлы қала, барлығы бар. Wi-Fi ба, міне керек болса велосипед ба, барлығы бар. Қазір біз қарымыз ашқасын бір жерге барып жүрек жалғап алу керек. Сосын міне мешітке барып намаз оқып, сосын жайғасу керек. Бұл мешіт енді барлық мұсылмандар үшін бөлек, ерекше жақсы көретін мешіт. Себебі тап осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жерде үйі болған, үйінің жанына құттай мешіт салған. Жалпы діннің кең тарауы осы қаладан бастаған. Неге? Себебі Меккеде оның өзінің тайпасы, сол көршілері қодалап, Пайғамбарымыз содан шығарып салған, дін таратпау үшін. Себебі қалай айтсам екен, пұтқа табыну деген кәдімгідей бизнес болғанда ол кезде. Сол пұттарды сату, сонда адамдар келеді, соларды қарсы алып алады, қонақ қылады деген сияқты көп ақша табады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек бір құдайға сенуді шақырды да. Содан егер арабтар соның артынан еріп кетсе, онда олардың бизнестары жалпы ақша көру сол жолдан жабылатын еді. Пұттардың барлығы жойылып. Сол себептен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы қалаға көшіп келеді. Басқа да бір-екі қалаға көшуге тырысады, бірақ Алла қалауымен осы қалаға келіп, осы Мединаның тұрғындары оны қарсы алып, жалпы кең таралу, көптеген хадистер, аяттар осы жерден тараған. Қазір көріп тұрсыздар, барлығы өте заманауи, өте ыңғайлы. Міне күн қатты түспеу үшін осылай жасаған, зонтик түрінде. Барлығы өте ыңғайлы, әдемі, іші қатты салқын емес, бірақ сырттағыдай ыстық емес. Мен бұл Мединаға, Сауд Арабиясына жолдасыммен келдім. Яғни көптеген қазақтар бұнда турмен келіп жатыр. Әрине турмен өте ыңғайлы. Бірақ мен бұнда бұрын 2 рет болғасын, 2013-2014-те өзім жеке бөлек келем деп шештім. Себебі мұнда достарым гид болып жұмыс істейді. Өздерінің хостелдары бар. Яғни және саяхаттан тәжірибе мол болғасын, осында өзім келіп, барлық автобуспен, таксимен өзім келісіп,
осылай жүріп мен сізге барлығын толықтай көрсетемін. Бұл мүмкін екен, бұл өте қымбат емес екен, қолжетімді екен. Жалпы Мединада жүріп шөлдесеңіз су сатып алып қажет жоқ. Осындай жерлерде бүйтіп өзіңіз құйып аласыз. Өте ыңғайлы. Қатты салқын да емес, жылы да емес. Мен сізге шынымды айтайын, бұл қала негізінде сағындырады екен. Мен бауырларым барған сайын айтатын еді, Мединаны сағынамын деп. Мен бірақ ондай сезімде болмап едім, негізінде ойлап едім. Я, жақсы, сағынасыздар ғой. Мен басқа жаққа саяхаттаймын дегенде, бірақ келіп бұл қаланың вайбы, бұл пайғамбарымыздың мешітінің іші, қараңыз, өте әдемі. Есімде бұрын 2013-те кіргенде кәдімгідей мен үшін өте таңғалдыратын нәрсе болатын еді. Бұндай масштабта ешқашан ғимаратты көріп көрмегесін. Қараңыз, бұл қазір адамдардың азайғаны, себебі оразаның біткеніне бір 3-4 күн болды. Бүгін сәуірдің 3-і. Сәуірдің 3-і бүгін. Қараңыз. Керемет. Мұнда иіс деген, бұнда келген адамдар біледі. Бір әтірдің иісі шығып тұрады, сондай бір Саудияда өте танымалы. Сол кәдімгідей бөлек болып тұр. Адамдар азайып қалған. Бірақ ертең біз Меккеге барамыз. Меккеде адам көп дейді. Мына қараңыз, көгершін жүр. Жай бір ақат. Тіпті көгершіннен намаз оқып. Керемет. Өте жеңіл жеттік бұнда. Яғни Оралдан Ақтөбеге таксимен жеттік 8 мыңға. Ақтөбеден Түркістанға ұшақпен жеттік 31 мыңға. Түркістаннан Абу-Дабиға 50 мың қателеспесем. Абу-Дабидан бұнда Мединаға ол да 45-50 мыңға шықты. Яғни жол жалпы физически ондай оңай болған жоқ. Бірақ сонда да шыдап келдік, жақсы. Мына қараңыз. Симметрияны қараңыз мына. Осы өте әдемі. Мана мен айтқанымдай, бұнда келген адам бұл жерді шын мәнінде ұнатып, жақсы көріп, сосын сағынатындай сезімде болады екен. Міне мен сіздерге қазір Замзам суды ұсынатын жерге апарамын. Ана жерде болады. Бұнда жатып, және осы жерде ұстаздар отырады, дәрістерін жүргізеді. Барлығы яғни өте заманауи. Саудия ақшалары көп, пара алмайды, жемейді. Яғни үкіметтің ақшасын, салықтан түскен ақшаны жемейді олар, жемқорлық деген жоқ. Міне осы жерде Замзам суын шөгіп алады. Көпсіз Замзам суын тұрып та шөгіп алады. Осылай. Жинайсыз. Бисмилля деп. Керемет. Пайдасы мол. Бұл есіктен әлі адамдар кіргізбейді екен, 5-ші есіктен кіргізеді. Мен жолдасым сол жаққа кетіп қалды. Мен мұны рахаттанып жүрмін. Көңіл күй керемет. Негізінде, шын айтсам, перелеттарды ұшақпен жүргенде көп ұнатпаймын. Бірақ қазір көңіл күй керемет болып тұр. Бұнда жеткесін аман есен, ешқандай аяқ астынан ешқандай шығын болған жоқ. Барлығы жоспардағыдай. Білесіздер, кім мені қарап жүр, қай елге барсам да мен симка алмаймын, роуминг алмаймын, яғни қосып сондықтан 20 минуттан кейін манағы жерде кіре берісте жолдасымен кездесеміз деп келістік. Мына жер кішкене қызықтау болып тұр, себебі танымалы жасыл күмбез ба қалай қазақша купол қалай болады, жазбайтын. Міне пайғамбардың алсырам осы мешіттің танымалы жасыл күмбезі осы жерде.
жасыл түс тектен текке исламның түсі деп аталмайды, яғни осылай маңызды ғимараттарда флаг көбі жасыл түсте болады. Бұл мешіттің қаншалықты үлкен екенін көргіңіз келсеңіз, шетаны жақта бұл алға, бұл солға, бұл артқа. Және көріп тұрғаныңыздай, бұнда видео наблюдение әрдайым жүреді, 24/7 міндетті түрде. Және бұл мешіттің тазалығын сақтайтын Бангладеш азаматтары әрдайым көріпсіз. Фотоға да түсіріп береді, шаңын жинап жүр. Керемет азаматтар Бангладештің жігіттеріне ырзамын. Ешқандай олардан ешқашан бір негатив көрмедім. Бұл мешіттің ішінде көптеген мемлекеттен келетін азаматтарды көресіз. Бір жақсысы арабша білсеңіз, яғни көп адамдармен мәміле құруға болады. Ағылшынша білсеңіз де ағылшынша басуға болады. Яғни көзіңіз көре көзіңіз де байиды, ішкі дүниеңіз де байиды. Жалпы екі досым бар, осы жаққа келіп білім алып жатырған. Біреуі араб тілі курсына келді, екіншісі магистратура бітіріп, докторантура бітірген сияқты. Сондықтан бұл жер жалпы торғай жүр. Жай бірақат. Қауіпсіздік жағынан қауіпсіздік деңгейі өте жоғары. Өзіңізді шынайы кәдімгідей. Қауіпсіз сезінесіз. Кейбір ағаларымыз ойлайды да, осы Мекка Медина бизнеске айналып кетті, осы жаққа тек туризм ретінде алып келеді деп. Бірақ өздеріңізде келсеңіз болады, дым қиыны жоқ. Билет сатып аласыз, виза жасайсыз. Виза жасау менде 60 000 теңге шықты. Виза жасайтын кісілердің номерларын берілім, бірақ оны олар табу қиында емес негізінде. Виза жасау еш қиыны жоқ. Ақшаны жібересіз, паспортный данныйлар жібересіз, болды. Сізге 3-4 күнде жасап береді визаны. Яғни дистанционды жасауға болады. Болды, ары қарай қонақ үйлерде өздеріңіз тапсырыс беріп, алдын ала бронь жасап, келе қоясыз. Ешқандай бизнесқа айналдырып, бұны деген тек қана сіздің ниетіңізге байланысты. Сауап алу үшін келетін болсаңыз, бұл жаққа мұсылман парызын орындау үшін тап солай сауабыңызды алып кетесіз, болды. Егер бұл жақтан бір кемшілік іздеп дегендей, не қалай, мына арабтар қалай тұрып жатыр, бұл мешіт қалай салынды, не деген сияқты, онда кемшілік іздеп келетін болсаңыз, кемшілік табасыз, себебі барлық жерде бар ол. Адам көп мұнда, сондықтан кемшілік іздемей, қаламасаңыз турагентствоға бармай, өзіңіз келсеңіз де болады. Тым қиыны жоқ. Көп деген адамдар солай істеп жатыр. Мен бірінші емеспін олай істеп жатырған. Достарым барып кетті, сосын барып мен келіп отыр. Өзім көзім жетті. Оны жасауға болатын. Бұл менің аяғым, менің қолым, менің даусым. Орал қаласынан боламын, келіп отырған. Және аяқ киім жоғалмау үшін негізінде қолыңызға алып, бүйтіп кіре салсаңыз болады. Анда іште орта жақта
осындай полкалар бар қоя салуға, немесе пакетке, немесе қолтығыңызға қыстырып кіріп кетсеңіз болады. Себебі осындай жерлерде арасында жоғалып қалып жатырады. Кейбіреулер байқамай киіп кетеді. Кептеліс болғанда жұма намазында, яғни аяқ киіммен проблем болуы мүмкін. Сондықтан қысылмай осылай қолтығыңызға қолтықтап немесе бет пакетке салып кірсеңіз болады. Сол жақсырақ негізінде. Іздемейсіз зато. Шықтыңыз, кидіңіз, кеттіңіз. Көшеден тамақ ішкеле жатырмыз. Мен бұл нәрсеге тапсырыс бердім. Және бұл шаурма. Көшеден ресторан, кафе іздеп шаршап кеттік. Қарымыз ашты. Сондықтан иіс шыққан жерге келіп, тапсырыс беріп, бұл біз үшін таңғы аста, түскі аста болады. Тамақ болғаннан кейін Хостелға барамыз такси алып. Мұнда кейбір жерлерде наличка керек, бірақ көп жерлерде Каспий жүре береді. Сондықтан менде тек қана $50 бар, сол $50 алмастырып, ол ертең арғыны жетпей қалса, мұнда терминалдар бар, терминалдарға карточканы салып ақша шығарып аламын. Бірақ әзірге осылай. Біз Uberмен өмірімде бірінші рет қолданып тұрмын. Я. Карта. Я. Кэш. Біз негізінде Uber шақырып едік, бірақ мына шустрый араб бізге Uberға отмена бер, осылай жеткізсем деп еді. Через 600 метров выполните разворот. Я. Uber'дан отмена жасап едік, ол ақшасын шешіп алды. Енді мына жігітке төлеу керек еще қазір. Сондықтан такси кішкене ыңғайсыз болып тұр, бірақ көре жатармыз тағы да қалай болады. Бұл Мединадағы қонақ үй, мешіттен сәл-пәл алыстау. 2 адамға бір күнге 25 мың теңге шықты. Ондай қатты арзан да емес, қымбат та емес, бірақ таза көрінеді. Қараңыз, керемет. Мұнда таксимен, біз $10 жетіп қалдық, яғни 5 мың теңге. Камри жетіспен келді. Егер сіз бұрын Саудияда болмасаңыз, әрине мұнда келгенде ағылшынша үйреніп келу керек. Ағылшын тілін білмесеңіздер, араб тілін үйреніп қараңыз. Себебі, мысалға мен қазір қонақ үйіне келдім, мұнда ағылшынша білмейді. Мен араб тілін білгесін. Hello. Okay. Араб тілін білгесін, сөйлесіп бірдеме қылып түсіндіріп, шаруамды шештім. Бір жақсы, мұнда кіре берісте осындай кофе тұр. Мен кофені жақсы көретін болғасын. Бұндай арабтардың пісіретін міне сарылау деген бір түрлі бір тәтті кофелары бар. Өте тәтті құрмалары бар. Осылай. Бұл қонақ үй бізге 28 мыңға шықты. Общий. Іші өте таза, кең. Бірақ Пайғамбар мешітінен алыстау, 15 шақырым. Сонда да алыс болса да біз жақсы көлікпен 5 мың теңгеге келіп қалдық. Яғни букингтан іздеп арзан тауып алдық. Себебі мешіттің қасында тұрған қонақ үйлер өте қымбат. Және орын жоқ, алып тастаған толықтай. Мен қазір рахаттанып осы кофемді ішіп отырмын. Бұл Мединаның шеті. Пайғамбар мешітінен 15 шақырым жерде. Көріп тұрғаныңызда кешкі уақыт біз осы қонақ үйде тоқтадық. Интернет, Wi-Fi барлық жасайды. Және бір қызық факт. Саудия және Эмират туралы бұнда видеозвонок жасамайды. Яғни мен онлайн сабақ жасағым келсем, міндетті түрде Zoom жүктеп алу керекпін. Себебі WhatsApp видеозвонок жасамайды. Тек қана аудиозвонок.
Қазір біз кешкі ас ішуге шықтық, себебі бұл қонақ үй ешқандай тамақ бермейді. Тамақ ішіп алып, ертең амандық болса Меккеге барамыз. Меккеге барудың бірнеше жолы бар. Ол поезд, автобус, такси. Ең қарапайымы такси әрине. Құнын барлығын қалай жету керек, қалай жүреді екен ертең көрсетем. Бұйырса. Әзірге осылай. Мединаның жалпы мешіттен тыс жерлер осылай кішкене тыныш, көп ештеме жоқ дегендей. Біздің кешкі асымыз осы жерде болады. Көріп тұрғанымыздай, жалпы олардың кулинария ондай бай емес, яғни әртүрлі тағамдар, өздерінің жергілікті тағамдарын көп ұсына алмайды. Тек қана көбінесе тауықтан жасалған тағы да не бар мына. Сорпа, күріш көбінесе. Тағысын тағы. Бұлардың біреуі де ағылшынша білмейді, сондықтан олармен тілім жеткенше арабша түсіндіріп берем барлығын. Барлығы в принципе, тамақ алу онда қиын емес. Қолмен көрсете аласыз да, калькулятор көрсетіп, бағасын сұрай қоясыз, болды. Яғни барлығы халал, сондықтан уайымдайтын ештеме жоқ. Мұнда бір қызығы, осындай жерде араб елдерінде салафан төсеп береді. Яғни сіз жейтін болсаңыз, бәрін шашыратын болсаңыз, сіз мұнда бүйтіп алып, жинап алып, лақтырып тастайды, болды. Өте тиімді нәрсе негізінде. Қателеспесем, бұл туна дейді. Консервадан тауып берді. Бұл тунец, бұл тауық еті, бұл нан. Мединаның мысықтары кәдімгідей шаршап кеткен екен. Түрлері деген әбіржіп кеткен ғой қасыққа. Шаршап. Сендерге Турцияға барып көру керек екен. Турцияға, Стамбулға барып тұру керек. Қараш. Шаршап кеткен. Бейшара. Қайдасың? Бетіңді көрсетші. Лас, жоңбайсың ба? Қалайсың? Саған. Бұл мысық енді артынан қалмайды. Жалпы бірнеше араб елдерінде болдым. Сонда байқағаным, мысықтары арықтау, әбіржген, шаршаған болып келеді. Күн ыстық болғандықтан ба, әлде арабтардың өзі шындай болғандықтан ба? Артынан қалмады. Бір сипап едім тек. Жақсы, сау бол. Бұл біздің екінші таксиіміз Uberмен. Қазір қонақ үйімізден қонақ үйімізден Мединаның пайғамбардың мешітіне бара жатырмыз. Nissan шамамен 3000 теңге. Uber картадан өзі ақшаны суырып алды. Яғни наличка ештеме төлеп керек емес. Қателеспесем. Себебі кешегі таксист отмена жаса деп біз отмена жасадық. Онымен Uber 4000 теңге шешіп алды. Еще таксистің өзіне біз $10 төледік. Сондықтан кішкене бақсат жіберді ол кісі. Мына жігіт нормально сияқты өзі. Шығарбасын біледі, ештеме сұрап отырған жоқ. Ихрамды киіп алдым. Қазір пайғамбар мешітіне барып сол жерде такси жүреді. Таксимен
Меккеге жетіп қаламыз. Кісі басынан 50 реал, яғни 100 реал шамамен 15 мың теңге. Машинаны, көлікті көреміз, яғни адам көп болса, ыңғайсыз болса, онда пойызбен барамыз. Скоростной пойыз бар, ол 2 есе қымбат, бірақ 2 есе жылдам жеткізеді. Есесіне 440 шақырым, такси 5 сағатта түседі. Скоростной пойыз ол 2 сағат жарымда түседі. Жергілікті реалға ауыстырдым, $100. Көрейік қанша берген маған. 200, 350, 350, қанша? 370 берді. Ақшалар әдемі екен. Мешіттің қасында чек барлығын береді. Қазір осы ақшамен таксиға анда-мында, яғни такси, Uber Медианың ішінде проблема емес, Каспийдан өзі шешіп алады. Қонақ үйге төлеу тоже проблема емес, одан да Каспиймен төлеу болады, бірақ кейбір жерлерде қолма-қол төлем қажет болғасын осылай ауыстырып алдық. Бүгін ауа райы көріп тұрғаныңыздай қатты ыстық емес. Ақшаны ала қойшы. Өте ыңғайлы, ихрам деген. Іш киім, мындан сыртынан жакет, іштеме киюге болмайды, майка ішіне киюге болмайды. Толықтай дым демейсіз, яғни тек қана үстінен осыны киесіз. Бұл ғұсыл құйыну, дәрет алу, содан кейін ихрам кию, Меккеге барасыз. Менің Солих деген досым, орыс жігіт, біздің Оралдан виза бәрін жасайды, қарсы алып алады. Орыс болса да намаз оқиды. Анда арқа отыр ғой. Оралда тұрады, үш ай сайын Оралға келіп тұрады, сондықтан хабарласып, одан номерін бәрін алсаңыз болады. Мен жазып кетерім, Instagram парақшасын. Қалайсыз? Кайф халик? Уже через 2-3 дня на родину, да? Да. Керемет достигнете. Маған досым такси іздеп жүр. Бұл такси мешіттің қасында емес, сәл алыстау екен. Ухуд деген таудың қасында. Жігіт Салих деген. Все хорошо. Осы таксимен барамыз. Біздің жүргізуші осы жігіт. Тыным таба алмай жүр. Biz kеттік ал. Мединадан Меккеге жол тарттық. 440 шақырым. Бір кісіге 70 реал, 140 реал. Қазір санап көрейік неше сағатта жететімізді. Бұл Ухуд тауы өте танымалы ислам дінінде. Бұл Ухуд тауы өте танымалы тау. Бұл туралы хадистар бар, көптеген. Осы жерде шайқас болды. Біз Меккеге жеткен бойда умра жасап болып, сол жақта бір қонақ үйде бұрын жасап қойдым. Амандық болса сонда барамыз, немесе сразу қайтып келеміз Мединаға. Көре жатармыз қалай болатынын. Негізінде Мекке деген адам көп, кептеліс болады, бір-біріне итереді деген сияқты кейбірлері шыдамсыз танытады. Сондықтан сондай нәрсе болып жатса, шаршап жатса қайтып келеміз. Егер бәрі жақсы болса, онда сол жақта қаламыз. Міне біздің жүргізуші. Your name? Керимулла. Керимулла. Керемет. Әдемі есімі. Меккеге шығып бара тұрған жерде Мединадан шықпай Зулхулейфа деген осы мешітке, осы мекенге тоқтайды. Яғни умра осы жерден басталады. Осы мешітке кіріп, 2 ракат намазыңызды оқып, ниет алып, умраға деген осы жерден аттанасыз.
Бұнда кофеларға қараңыз, шай бәрі дайын тұрады. Карак па бұл? Is it карак? Міне әртүрлі дәмдегі міне фруктовый шайлар тұр. Міне кофенің арнайы түрі. Біз қазір бензин құйып жатырық. Бұл 5 реал тұрады. Карт, я? You take card? Окей. Міне сіздерге круиз контрол керек болса, аяғын қараңыз. Педаль басып қойып отырмыз. Малдасын құрып қойып. 120 мен кетір. Мен кофе мен печенье үйіріп отырмын. Біз Меккеге жақындап қалдық, 60 шақырымдай қалды. Қарап отырсаңыз, мана құм болса, бұл жақта кішкене жасылдау. Қалай ұмытып кетіп Қазақстанда отырғандай боласың. Біздің далаларымызға ұқсайды. Түйелер көп екен. Манадан бері түйелер көп көрдік. Айтпақшы, осы жақта арабтар бізге таңғалады. Қазақтар, сіздер қалай жылқының етін қалай жейсіңдер деп. Біз айтамыз, бәрін жейміз, біздер шошқадан басқасында. Мына жігіт жүргізуші 140-160 пен айдады. Круиз контроліма бар екен. Кнопкасымен басып отырады. Аяғын көп қолданбады. Жылдам жетіп қалдық енді. Не болса да.